Шекараны заңсыз кесіп өткен 30 шетел азаматы елден шығарылды. Көпшілігі Ауғанстаннан келгендер. Сәлеметсіз бе? Қазақстандағы соңғы ресми жаңалықтарды бірінші болып білу үшін лайк түймесін басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Жамбыл облысында шекараны заңсыз қасақана кесіп өткен 30 шетелдік азамат анықталды, деп хабарлайды Азаттық рух агенттігі. Елге заңсыз кіріп алған шетелдіктердің көбі Ауғанстаннан келгендер. Олардың ішінде 16 Ауғанстан азаматы, 5 Непал азаматы, 4 Пәкістан азаматы, 3 Үндістан және 2 Шри-Ланка азаматтары бар. Мәселен, Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын қасақана заңсыз кесіп өткен үшін шалғай шетелдерден келген 30 шетелдік азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылып, Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерге шығарылды. Полиция қызметкерлері заңсыз еңбек мигранттарын анықтауға бағытталған іс-шаралар өткізуді жалғастыруда делінген полиция департаменті хабарламасында. Елімізде заңсыз жұмыс істеген Өзбекстанның 8 азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оларға қатысты іс материалдары аудандық сотқа жолданды.